Уайл ибн Худжр радиаллаху таала анху айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдім дейді. Намазда тұрғанда сәждеге баратын кезде екі тізесін қойды дейді. Ида сәжада, сәждеге баратын кезде ядаа рукбатай қабла ядай. Екі тізесін екі қолынан бұрын қойды. Бауырлар, хадис бұл. Жақсылап тыңдап алайық. Кімден келеді? Термизиден Уайл ибн Худжрдан келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазда екі тізесін қолынан бұрын қоятын болды. Қашан тұратын кезде ва ида нахада, қиямға тұратын кезде не істейді? Рафа ядай қабла рукбатай. Екі қолын тізесінен бұрын қоятын болды. Түсінейікші. Бұл имам Термизиде келген сай хадис. Екінші хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Асим ал-Ахвал ан Анас радиаллаху тааладан келетін қала райту Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам каббара фахада ибхамай удунай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдім дейді. Анас радиаллаху тааладан айтады. Жақсылап тыңдайық бұны. Анас радиаллаху тааладан айтады. Пайғамбарды көрдім дейді. Қолды тәкбір қақты, екі қолын екі құлағының жұмсағына дейін көтерді дейді. Қараңыз. Бихада ибхамай удунай, екі құлағына дейін көтерді дейді. ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه وإن حط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يده дейді. Одан кейін рукуға барды. Одан кейін рукудан тұрып сәждеге баратын кезде не деді? Хатта сабағат рукбатаху қаблады ядай. Екі тізесі қолынан бұрын барды дейді. Анас радиаллаху таала келтіретін хадисте имам Хаким Мустадракында келтіреді. Енді кітаптарда келеді. Мен асари сахаба деген анна Умар ибн al-Хаттаб радиаллаху таала анху. Умар радиаллаху таала вада рукбатай қабла ядай. Умар радиаллаху тааланың өзі екі тізесін қолынан бұрын сәждеге баратын болды дейді. Кім? Умар радиаллаху таала анху. Хафиз ибн Қайым Задул Маат деген кітабында былай деп айтады. Вал махфуз ан Умар ибн al-Хаттаб радиаллаху анху аннаху кана яда рукбатай қабла ядай. Ибн Қайымның өзі айтады. Омардан біздерге жеткен хабар не дейді? Екі тізесін екі қолынан бұрын қоятын болды дейді. Уруя Тахауи бәсінады сахих. Имам Тахауи рахмаллаху айтады. Ан Ибрахим нахай аннаху қал хафиза ан Абдуллах ибн Мас'уд. Абдуллах ибн Мас'удтан үйрендім намазды дейді. Қалай? Анна рукбатай каната тақаани илал ард қабла ядай. Абдулла ибн Мас'уд руку сәждеге барғанда екі тізесін екі қолынан бұрын қоятын болды дейді. Пайғамбардың өз амалы, Омар ибн Хаттаб радиаллаху тааланың амалы, Ибн Мас'удтың амалы не дейді? Екі тізені қолдан бұрын қояды дейді. Енді екі қолын бұрын қойған адам қандай адам ол? Оны кім айтып береді біздерге? Ибрахим Нахай деген табииндің, Абдулла ибн Мас'удтың шәкірті болған, сахабадан, 70 сахабадан сабақ алған табииннің сөзін айт. Тыңдайықшы. Қолымен сәждеге барған адамды не қыл деп айтады екен? Ан Муғира ибн Шуба қала сәәлту Ибрахим ани ражул. Мен Ибрахим Нахайдан сұрадым дейді. Ани ражулин ябда биядей қабла рукбатай ида сәжада. Бір кісі дейді, сәждеге барғанда екі қолын бұрынырақ тізеден қоятын адам қандай адам деп айттым дейді. Яғни екі қолмен сәждеге баратын адам қандай адам дегенде не қыл деп айтты? Фақал ау яснау далика илля ахмағун ау мәжнунун деді. Ондай адам немесе ақмақ адам деді, қолмен сәждеге барады деді. Немесе оны жын қағып кеткен, мәжнун болған адам, ол дінден түсінбейтін адам, ол білімден түсінбейтін адам дейді. Пайғамбарымыз түйенің шөккенден қайтарды. Түйе сияқты сәждеге барудан қайтарды. Енді бауырларымыз пайғамбардың хадисін біздерге тәфсірлеп береді. Түйенің екі қолы бар дейді. Білмеймін, екі қолы бар дей ма, екі тізесі бар дей ма, түсінбедім мен. Олар бірінші тізесін қояды, одан кейін қолын қояды. Қара, хадисті, сенің хадис сұрайды, бірақ хадисті тәуил қылады бұлар. Енді біз жақсы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі қалай деп түсіндіріп береді біздерге. Соны тыңдайықшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Қала Расулуллах. Хадис Абу Хурайра радиаллаху тааладан келеді.
Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İza secede ahadukum fela yabruk kama yabrukil ba'ir." Sizler secdege barатын кезде tüyenin kulağını siyaptı kulamаңдар дейді. Енді tüye қалай құлайды? Енді пайғамбарымыз қалай түсіндіреді? Пайғамбар айтады, tüyenin kulağını siyaptı kulamаң деген сөз дейді. Хадистің соңын қараңыз. وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. Қолыңызды дізеңізден бұрын қоймаңдар дейді. Tüyenin kulağını solay дейді. Қолын дізесінен бұрын қояды. Болды. Пайғамбар қолмен түсуден қайтарды деген сөз. Енді қалай тәпсірлейсің, қалай тәуил қыласың, Дилмұрат қалай саған айтады, Октам қалай түсіндіреді, қызық емес. Хадис келіп тұр саған. Хадис келгеннен кейін амал жаса.